Bundan 100 жыл бұрын Қарақалпақстанның Шымбай елатында Тұрым көпірдің арқа батыс тарапында қоныс басқан Аралбай ауылында тәнінде қалы бар нәресте дүнияға келді. Оның дайысы әділ, бұл бала үлкейгенде би болсын деп, оған Қаллы би деп ат қойды. Оның балалық дәуірі жүда қиын һәм ауыр жағдайларда өтті. 5 жасына келгенде әкесінен айырылып жетім қалды. Бұл хәсіретлі күндерді ол өзінің өткен күндерден елестер атлы кітабында былай еслейді. Есімде, бір сапары анамның ізіне еріп, әкемнің қабіріне бардым. Әкем Шақаман ауылының алды бетіндегі Ақын баба қоймышылығына қойылған екен. Анам белгі болсын деп, ақ шүберекті ағашқа байлап қойды. Біздер әулиеден алыстап кетпей-ақ, шүберекті ескен самал ұшырып кетті. Үйімізде әкемнен қалған бір ешкі бар еді. Аз-маз сүт беретұғын еді. Менің анам сол азғантай сүтті ауыз қабаққа үйітіп, соның менен мені асырады. Ол кезде ел ашаршылық еді. Үйде анам менен екеуміз ғана болып өмір сүретұғын едік. Әр күні кеште ол маған ертектер айтып беретұғын еді. Бұрынғы өткен заманларда бір залым патша, патшалығындағы жесір қалған бір хаялды ауыр жаза беру үшін оның аяқ қолын байлап қойып, көз алдында жас баласын шырқыратып отқа өртепті. Баласының отқа күйіп атырғанын көріп хаял тұрған жерінде өз-өзінен су болып, ағып, жоқ болып кетіпті. Бұл көріністегі анасының айтып берген ертегі болашақ алым Шымбай қаласына жол алғанында, бұл жол жас өспірімді үлкен ілім, мәдениет, білімлендіру, миллилікті қастерлеу майданына алып келеді. Қаллы Айымбетовтың фольклоршы алым болып жетілсіп шығуына саға ашады. Бір 1923 жылдың март айында анам қайтыс болды. Анам өлгеннен кейін үйдегі затларды жинастырып, сандық аршаларға салып, үйдің есігін беккен бекітіп, қоңсыларға біздің үйден хабар алып тұрың деп, Шымбай қаласына пияда жол тарттым. Менің балалық дәуірімнің соңғы күндері Шымбай қаласында өтті. Шымбай қаласына кетуді тағдир мәжбүр қылды. Қалаға тезден-ақ үйренісіп кеттім.
Көптің аузындағы көп сөздің бірі оқу, білім алу, өнер, білім туралы болды. Ол кездері үлкемізде елі Қарақалпақ мектеплері ашыла қоймаған еді. Сол жыллары Әбу Бәкір Диваев тарапынан басырып шығарылған Қыз жібек, Алпамыс, Қобылан һәм тағы да басқа Қарақалпақ дәстәрлері менен танысты. Бұл шығармалар болашақ алымда үлкен тәсір қалдырды. Онда халық ауызекі дөретпелеріне деген үлкен қызығушылық қоятты. 1925 жылы Төрткүлде педагогикалық техникум ашылды. Кегейлі каналы бойлап кемеде Төрткүлге келген Қаллы Айымбетовтің студенттік жыллары осы сәнеден басланады. Сол жыллардың өзінде-ақ Қарақалпақ тіліндегі тұңғыш сабақлықларды түзуге қатнасты. Баслауыш класслар үшін арифметика, Қарақалпақ тілінің грамматикасы һәм басқа да сабақлықларды түзіп, баспадан шығаруға қатнасты. Сол оқып жүрген жыллары Қаллы Айымбетов Қарақалпақ милли драматургиясын тіклену һәм рауажылыну жолында жан тәнін аямай қызметлер етті. Ол Қасым Әуезовтің тілек жолында пьесасын педтехникумның драм-кружогын басқарып жүрген күндерінде сахналастырды һәм суфлерлық вазипасын атқарды. Соңын ала 1927 жылы бұл драм-кружок Таң нұры труппасы болып атала бастағаны бізге мәлім. Қаллы Айымбетов дүния жүзі әдебиетінің дүрдіналарын Қарақалпақ тіліне аудару мәселесіменен шұғылланды. Милли әдебиетіміздің тіклену жоллары хақында айтқанда, Қаллы Айымбетовтың халқымыздың ауызекі дөретпелері болып есепланып, ертеклер, аңыз әпсіналар, мақыл-мақаллар, термелер, айтысларды, дәстанларды, жырау бақсылардан жазып алып, оларды классификациялап, системаға түсіргенін айрықша атап өту орынды. Ол дәстеп бұл жұмысқа Малов, Толстовлардың басшылығында шөлкілместірілген экспедицияда жол баслаушы, ділмаш һәм ауызекі дөретпелерді жазып алушы қызметлері айрықша атап өтуге лайық. 1930 жылы Қаллы Айымбетов Алматы педагогикалық институтына кіреді. Көплеген жастар қатарында Қаллы Айымбетов та ұлы отандарлық ұрыстың бастануы менен ел қорғауға атланды. Австрия, Венгрия, Румыния, Югославия жерлерін азат етуге қатнасты. 1947 жылы фронттан қайтып келгеннен кейін Қаллы Айымбетов тіл һәм әдебиет институты директорының іліми істер бойынша орынбасары болып істейді. Арадан бір жыл өткеннен кейін ол Республика көркем өнер басқармасына басшылық етеді. Кейін Қарақалпақ мемлекеттік пединститутының кафедра басшылығы қызметтерін атқарады. Қаллы Айымбетовтың дөретушілік жолына нәзер тасласақ, оның Қарақалпақ әдебиеттану іліми мектебін Нәжім Дауқараевтың игіліклі ісін дауам еттіруші екендігін аңлау қиын емес. Ұстаз Нәжім ағаға буржуазиялық идеологияның тарқатушысы деген сияси айып қойылған уақытта да жоғарыдан келген көрсетпелерге әр қилы қысымларға қарамастан Қаллы Айымбетов өз позициясында бек кем тұрған ілімпаздардың бірі болды. Бұны сезген қудалаушылар енді Қаллы Айымбетовтың ізіне жалаң аяқланып түсіп алды. Оның жазып алып Москвада бастырып шығарған Алпамыс һәм Едіге дастанларын буржуазиялық идеяларды сәулелендіретуін деп көрсетіп, газет беттерінде мақалалар жариялады. Бұның менен Қаллы Айымбетов
түскілікке берілмейді. Бәрше күш жігерін ілім ізерлеу жұмысларына бағышлап, Қарақалпақ драматургиясы бойынша кандидатлық диссертациясын жақлап шығады. Қаллаға жөнінде айтқанда, бірінші кезекте оның халық мирасларын, дастарларын жинағандағы үлкен қызметін айту керек деп ойлаймын. Мәселен, Едіге дастанын 1929 жылы Қаллаға оны Ерболат жыраудан жазып алған екен. Бұндай қылып, үлкен қызметті, жауапкерлік қызметті сол дастанның қадір қымбатын білген адам ғана осындай қызмет істей алады. Екінші менің айтacağım кітапты, үлкен мирас етіп қалдырған кітабының біреуі «Халық даналығы» деген кітабы. Сөзге мәні берсек, халқыңнан дана ешкім жоқ өзі. Өз халқыңды оға да хүрмет етудің мәнісі сол. Ең дана ол өзіңнің халқың. Соның үшінде ата-анаңды, халқыңды таңлай алмайсаң деген гәп бар. Бір ауыз Қаллағаның кітабына таңлап қойған атының өзі, оға да әпуайы, оға да терең мәнін аңлататығын, халық қадіриятының, халық рухиятының мәнісін беретігін екі ауыз сөз. Тағы бір айтатын гәпіміз Қаллаға жөнінде, оның заманласлары арасында, шәкіртлері арасында оға да гәплер көп. Болған вақиялар, ұшырма гәплер, қызықлы әңгімелер жүда көп қалған. Біздер қазір анекдотларды айтқанда бір жерден оқығаннан, біреуден естігенлерді қайтарып айтамыз ғой. Қаллағаның өзі анекдотты тоқитығын еді. Ол тоқымайтығын еді, сонда етіп сөйлейтығын еді, сөзі анекдот болатығын еді. Мысалы үшін, қазірге Өзбекстаннан, Қарақалпақстан халық артисі Нәжмәдин Ансатбаев Шерең-Мушкада тұрдым ерде, 61 кварталда. Қыстың күні дейді, бір айнаның бір көзі сылып, біз біреуден зәңгі сұрап айнаға көз салып атқан ғой Нәжмәдин. Бәді Қаллаға өтіп батқан еді. Ай Нәжмәдин, сен Қарақалпақ емессің бе депті. О Қарақалпақ па наға деді. О Қарақалпақ қыста айнасынса көпшіктіп қоятын ғой, сен не тұрмыстан алады да оның сөзі анекдот. Бір күні мына еліміздің ең үлкен кеңсесіне келген ғой. Үлкен яшылыға жолығу үшін үлкен кеңсеге келген. Лифттен көтеріліп 4-ші этажға шыққан ағында лифтам ашылған. Яғынан Қалибекке малшам кеп қалғанда, ол кісі төмен күтісіп баратқан екен. Екеуі сәлемдесіп, апақ-шапақ болып болғаннан кейін деп қарап, Қаллаға обкомға келгенде бір туфлиіңден сыпырып келейін демейсің деген ғой. Қалла қайда дейді. Қаланың басшысы дейді, көшеңі су серіп қойсын. Қаллаға бұны справка жинап жүрсің деді, Қожабек айтты. Пенсияға документ толтырып жүрмен деді. Сөйтіп қараса 34-ші жылы академияға жұмысқа кірген справкасы бар екен. Айлығы 150 сом деп белгілеп қойған екен де. Қожабек айтты, ой, о Қаллаға уақытта айлық көп емес екен ау деді. Қаллаға айтады, уақытта айлық аз болғанменен уақытта тауық 4 тиын, тәзімәйек 4 тиын болды дейді. Қаллағаның ел жұртқа қалдырған, келешек әулетке қалдырған үлкен мираслары һәм уақыт өзінің орнын табады деп ойлаймын. Табады һәм. 1956-58 жыллар Қаллы Айымбетовтің дөретушілік жолындағы жүзеге келген кескін бұрылыс жыллары болды. Кандидатлық диссертациясын табысты жақлап келеді. Алымға 2 мемлекеттік атақ беріледі. Өзбекстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің хүрмет жарлығы менен сыйлықланады. 7 мақаласы һәм 4 кітабы баспада жарияланады. Алымның 50 жылдық юбилейі республика көлемінде өткеріледі. Осылардың бәрі 3 жылда жүзеге келеді. Енді ол өзінің
барлық күш-жігерін Қарақалпақ халық жыршылары деген темадағы докторлық диссертациясына бағышлайды. Оған СССР Ілімдер Академиясының қабаршы ағзалары Боровков, Жирмунский ілімі консультант болады. Ол Қарақалпақ мемлекеттік педагогикалық институтының Қарақалпақ әдебиеті кафедрасының бастығы лауазымына тағайындалады. Ілімбаз бұл жұмыста өмірінің ақырына шейін істейді. Әзір оның әулетлері ата жолын қуып, ол баслап берген игіліклі істі давам етіп жатыр. Бұл суретлер нелерді еске салмайды дейсіз. Науқыран жаслық, өмірі, мехір мұхаббатқа толы жылдар. Оны көзге жас алмай, еслей алмайсың. Бүгінгі әулет, оның қадір қымбатына жетпегі лазым. Өйткені, өтімішсіз келешек жоқ ақыры.